Табысты кәсіпкер ретінде аты шыққан қоғам белсендісі Азаматхан Әміртай Фейсбуктағы жеке парақшасында мен Қосановта, Әблязовта емеспін деп жазба қалдырып, өзі һәм қазіргі қоғамдық саяси жағдай жайында ойын ортаға салды. Сонымен қатар өзіне $1 миллион пара беріп, әкім болуды ұсынған танысының ұсынысынан бірден бас тартқанын да жайып салды. Енді жазбаға назар аударайық. Ақиқатқа тура қарап айтар болсақ, Қазақстанға тыныштық керек, өйткені біз аз халықпыз, бірақ жеріміз үлкен. Халықты асырайтын жердің астында да, үстінде де байлық жеткілікті. Сондықтан саясатта билікте өзгеріс керек деп, реформа керек деп ұрандап жұртты төңкеріске шақырудың қажеті жоқ. Одан ұтарымыз шамалы, барымыздан айырылып қаламыз. Сыртқы күштер араласып, бүгінгі күнге зар болып қаларымыз хақ. Өйткені сыртқы күштер мемлекетіміздің шаңырағын шайқалту үшін қаржы төгіп, талайды сатып алуы мүмкін. Алысқа бармай-ақ ТМД кеңістігінде болып жатқан саяси оқиғаларға көз салар болсақ, соның өзі бізге сабақ болуы тиіс. Яғни бізге қазіргі жүйені өзгерту үшін революция емес, эволюция қажет. Бәрі орын-орынмен болғаны жөн. Онда да халық кез келгеннің артынан емес, елдің, мемлекеттің, ұлттың қамын ойлайтын жаны таза, адал тұлғаның маңайында үйіп, соның маңында топтасуы тиіс деп ойлаймын. Өйткені халықтың аузы күйді. Былтыр Қосановқа ереміз деп бір алданды. Қазір Францияда отырып алып, елді билікке айтақтап отырған тағы біреу бар. Оған сенуге болмайды. Мақты болса, билікте жүргенде халықтың қамын неге ойламады? Демек, Қазақстанның саяси алаңына жаңа серкелер шығуы тиіс. Мәселен, біз экологиялық партия құру жолындамыз. Мақсат белгілі, халықтың сөзін сөйлеу, қамын жеу, мемлекеттің иесі қазақ екенін өзгелерге мойындату. Қазақ тілін осы жерде мекендейтін барлық ұлттың ортақ тілі ету. Біздің партияның алға қойған мақсаты осы. Әрине, қазіргі уақытта бізді қолдаушылар аздау, бірақ оған болы жұмысымызды жолдан доғара алмаймыз. Құрғақ уәде әдемі сөз емес, нақты іс-әрекет арқылы өзімізді өзгеге танытамыз, мойындатамыз. Біз жасаған нақты жұмысты көрген соң-ақ халық біздің артымыздан еруі тиіс. Осыдан бірер ай бұрын менің бір танысым: «Азеке, сен миллионерсің ғой, $1 миллион берсең, бір облыста берейік» деді. «Пейіліңе рахмет, мен әкім болғым келмейді» дедім. Орынтақ үшін жұмсайтын $1 миллионды мен партия құруға, одан әрі халықпен жұмыс істеуге арнағаным тиімді. Мен сол жолды таңдаған адамым деп жауап бердім. Егер де мен билікте болғым келсе, оған баяғыда қол жеткізер едім. Бірақ мен таңдаған жол басқа: халықпен бірге болу, ұлттың қамын жеу, мемлекеттің болашағын ойлау, тәуелсіздікті баянды ету. Міне осы. Мен алға қойған осы мақсаттарға жету үшін партия құрып, сол арқылы қол жеткізуді жөн көрдім. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.